Сәлематсыңдар ма, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын алдында өткен сабаққа кері байланыс жүргіземіз. Алдымен дәптерлерімізді ашып, мен қойған сұрақтарға жауап жазайық. Жауап жаза отырып, алған білімдерімізді тексеріп көрелік. Қане, дайынбыз ба? Олай болса, бастайық. Бірінші сұрақ. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлігін қалай атайды? А. Түбір. Ә. Жұрнақ. Б. Жалғау. Екінші сұрақ. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? А. Кім, кімдер? Ә. Не істеді, қайтты? Б. Қандай, қай? Үшінші сұрақ. Заттың санын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? А. Неше, нешінші? Ә. Неше, нелер? Б. Қандай, қай? Төртінші сұрақ. Заттың атын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? А. Кім, кімдер? Не, нелер? Ә. Не қылды, не істеді? Б. Қандай, қай? Бесінші сұрақ. Заттың қимылын білдіретін сөздерге қандай сұрақ қоямыз? А. Кім, кімдер? Не, нелер? Ә. Не қылды, не істеді? Б. Қандай, қай? Алтыншы сұрақ. Қосымша деген не? Қане, балалар, жауап жаздық па? Жарайсыңдар, балалар. Менің ойымша, барлықтарыңызда дұрыс жауап жазды деген ойдамын. Ал енді, балалар, ойланып бөлісіп көрелік. Мына суретке назар аударыңыздар. Берілген суреттерге жалғауларын жалғай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып көрелік. Жарайсыңдар, балалар. Өткен сабақта біз тәуелдік жалғаудың жекеше және көпше түрлерін өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта сол сабақты қайталап, не үйренгенімізді бекітетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың тәуелдік жалғаулар туралы алған білімдерін пысықтау. Яғни, заттың қандай да бір нәрсенің біреуге тән, соның меншігі екенін білдіретін үш жағы болатынын ұғындыру. Жаңа технологияларды басшылыққа ала отырып, сөздік қорын молайтып, ойын, тілін, шығармашылығын дамыту, қызығушылықтарын арттыру. Балалар, барлығымыз экранға назар аударып, берілген ережені жаттап алайық. Заттың біреуге тән екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар дейміз. Тәуелдік жалғаулар үш жақта жекеше, көпше түрде айтылады. Балалар, ал енді мына бір сөзге назар аударыңдар. Зат есімнің тәуелденуі, жалғаулары. Кәне, барлығымыз мына кестеге назар аударып, есте сақтап алайық. Ал енді, балалар, мына суретпен жұмыс жасайық. Қане, менің алмам. Ал көпше түрінде қандай болады? Сенің кітабың. Ал көпше түрінде ше? Оның добы. Оның құлпынайы. Ал көпше түрінде қалай болады? Жарайсыңдар, балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда
дұрыс жауап бердіңдер. Жақсы балалар, олай болса, дәптерімізге бүгінгі күнді жазып қоялық. Балалар, әдеттегідей көркем жазу минутына көшелік. Дәптерімізге Ж әрпінің бас әрпін және кіші әрпін жазайық. Әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көркем жазайық. Жаздық па? Жарайсыңдар балалар. Әріпті толықтырып жазып болған соң, келесі тапсырма. Ал енді келесі тапсырма алфавиттік сөйлемді қатесіз жазайық. Яғни жания, жарастығы, жақсылық, жаршысы. Осы сөйлемді әдемі, қатесіз, көркем жазайық. Жақсы, тапсырма орындалды ма? Тамаша. Олай болса, балалар, оқулығымызды ашып, 42-ші жаттығуға көшелік. 42-ші жаттығуда берілген сөздерді топтастырайық. Яғни бірінші жақты, екінші жаққа және үшінші жақта топтастырып, жұмыс жасалық. Жақсы балалар, шаршадық па? Шаршасақ, кәне сергіп алайық. Алдымен орнымыздан тұралық. Қолымызды жоғары, төмен, жоғары, төмен, оңға, солға серпіп көрелік. Ал енді орнымызға отырайық. Көзімізді ашып, жұмып, көз жаттығуын жасайық. Келесі, қолымызды алға созып, алақанымызды ашып, жұмып, сергіту жаттығуын жасап алайық. Кәне, тамаша. Жақсы. Әрі қарай жұмыс жасайық. Ойланып көрелік. Суреттегі заттардың атын атап, оларды үш жақта тәуелде. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың дұрыс жұмыс жасадыңдар деген ойдамын. Ал енді келесі тапсырма. Дұрыс сәйкестендір. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың берілген тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал енді сабағымызды бекітелік. Алдарыңызда семантикалық карта. Семантикалық картаны жақсылап тұрып мұқият қарап өтіңіздер. Берілген тапсырмаға қосу таңбасын қоя отырып, сабағымызды бекітеміз. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, күнделікті енді ашайық, үй тапсырмасын жазайық. Сабақтан алған білімді ұмытпай есте сақтайық. Үйге тапсырма жазып қояйық. Оқулығымыздың 159-шы бетіндегі 43-ші жаттығуды өзіміз үйде орындаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.